Балалық деген адам өмірінің ең аяулы, қайталанбайтын кезеңі екен ғой. Қашан өсеміз, қашан ауылдан кетеміз деп асығушы едік сол кездерде. Қазір неге асықтық екен дейміз. Ата-анаңның, бауырларыңның жанында асыр салып ойнап жүрген алаңсыз шақтарға ештеңе жетпейді екен. Біз бақытты боп өстік, еш уайымсыз едік. Әке-шешеміз үлде мен бүлдеге орап тастамаса да алдымызға барын тосты. Жыртық жамау етіп жүргізбеді. Өздері кимесе де, ішпесе де бар тапқанын бізге берді. Сол үшін де ол кісілерге тек алғыстан басқа айтарым жоқ. Бірақ білесіз бе, бұғанасы қатпай жатып, тағдырдың тауқыметін көрген достарым да болды. Біз ол кезде небәрі 2-3 сыныпта оқитын едік. Ауылымызда күллі елді дүрліктірген оқиға болды. Аянышты әрі жауыздыққа толы. Аядай ғана ауылда да сондай жан түршігерлік жағдайдың болатынын кім ойлаған? Ауыл десе мейірім, қонақжайлылық, кішіпейілділік дейтін ұғым қатар жүреді ғой. Әсіресе бұрынғы уақыттарда солай болатын. Бала болсақ та біздің өзіміз сол оқиғадан кейін үрейленіп жүрдік. Менімен бірге оқитын Марат есімді баланың анасын әкесі өз қолымен о дүниеге аттандырған. Анасына араша болғысы келген жоғары сыныпта оқитын ағасын да ашумен балталап тастаған. Бірақ бұл қылмысы үшін әкесі жауапқа тартылмады. Оны үйінде жүрген бауырының мойнына жаба салды. Қалай болғанда да жауыз әке бар ізді жасырып үлгерген. Бұл жағдайға не себеп болғаны әлі күнге дейін түсініксіз. Ауылдағылардың кейбірі бұған ананың өзі кінәлі болуы мүмкін деп топшылады. Себебін күйеуінің бауырымен байланысқан дегендер де болды. Мұның рас өтірігін айту қиын. Бірақ дәл осы ауыр сәтті менің досым өз көзімен көрген. Кездейсоқ көріп қалған. Қан көрген баланың психикасының бұзылатыны анық нәрсе. Әлі бұғанасы қатып үлгермеген, енді ғана мектепке қадам басқан баланың мінез-құлқы түгелде өзгеріп шыға келді. Ешкімді тыңдамайды, бағынбайды. Қажет болса керегін өзгенің қолынан тартып алады. Төбелесе салу деген ол үшін түк те емес. Қыздардың әбден ығырын шығарады. Тіпті мұғалімдермен де теке тіресіп кете жөнеледі. Ер демейді, әйел демейді, ұстазды да жерге жыға салады. Сосын да оған ешкім қарсы келмеді. Әйтеуір Марат десе елдің шашы түк тұратын. Аласа бойымен ол барлығын үркітіп жүретін. Бір күні ол мені қоңырау кезінде шалып құлатты. Мен оның бетіне бір қарадым да, жайыңа қарап жүр, менде шаруаң болмасын дедім. Ол үндемеді. Жанымдағы сыныптастарым болса қылп ете қалды. Енді ізіңнен қалмай қоймаса болар еді дегендей көзқарас еді. Қысқасы, дәл солай болып шықты. Түстен кейінгі ауысымда оқығандықтан қыстың күні сабақтан қараңғыда қайтатынбыз. Әлгі бұзақы бала болса менің артымнан үйге дейін еріп баратынды шығарды. Менің үйім мен мектептің арасы ойдай жер. Ол күн сайын еретін болды. Бірақ маған тиіспейді, үндемейді. Тек артымнан аңдып жүреді. Ішімде қорқыныш болды. Дегенмен дымымды білдірмедім. Бір ауыз тіл қатпадым. Оның бұл әрекетіне үйреніп те кеткендеймін. Бір қызығы, біздің арамыздағы достық осылайша басталды. Бірақ дәл ол екеуміздің арамыздағы достық байланысты көбісі түсіне алмады. Жан жағымдағылардың барлығы бұған қарсы болды. Сөйлеспе, ол қанішердің баласы деген секілді түрлі сөздер айтылып жатты. Сабақтан бірге қайтамыз. Спорт залда балалармен волейбол, баскетбол ойнайтынбыз. Арасында телефон арқылы сөйлесіп тұрдық.
Ол қоғамдық жұмыстарға араласа бастады. Түсінгенім, оны ешкімнің түсінгісі келмейтіндігінде еді. Ол да адамның баласы, жаны жаралы, ал сырын айтып, мұңын тарқататын ешкімі жоқ. Bir күні ол маған өзінің көрген ауыр оқиғасының барлығын жіпке тізгендей айтып берді. Дым қалдырмады. Анасы мен бауырының қиналып жатқан сәтін көзімен көргендегі көңіл күйін жасырмады. Қолынан келетін қайран жоқ екенін, қауқарсыз екенін түсіндім дейді. Қалай болғаны есімде жоқ. Әйтеуір, аулада тұрған мотоциклді оталдырып, айдап кете барыппын. Bir кезде оңбай құлағанымды ғана білемін. Аяғым жетпейді ғой. 2-ші сыныпта ғана оқитын баламын. Ызамен не істегенімді аңғармаппын. Ал оған дейін ешқашан мотоцикл айдап көрмегем деп бар сырын бүкпесіз айтып берді. Осылайша ол бірте-бірте өзгере бастады. Мұғалімдермен де, айналасындағы балалармен де қарым-қатынасы түзеле түсті. Арасында бұзықтығы ұстап қалатын, бірақ бұрынғысымен салыстыруға келмейді. Мектептегі соңғы жылдарымызда ол кәдімгі ақ жарқын балаға айналды. Онымен сөйлесудің өзі керемет екен ғой дейтіндер де болды. Кейін бәріміз жан-жаққа кеттік, оқуға түстік. Ол да өз өмір жолын құрамын деп кетті. Оның әскери оқу орнына түскенін естігенде қатты қуанғанмын. Кейін студент атанғанда хабарымыз біраз үзіліп қалды. Кейін тіпті хабарсыз қалдық. Бірде ауылдағы таныстардан ол туралы сұрадым. Қайда, не істеп жүр? Әскери тәртіптен шыға алмай қалды ма деген сұрақтар болды. Кейіннен естіген хабарым көңіліме қаяу салды. Одан ешбір хабар жоқ екен. Тіпті ізі де жоқ. Хабар ошарсыз кеткендердің санатына дегенді естігенде ішкі дүнием мұздап сала берді. Bir баланың, bir адамның тағдыры осылайша жоқ болды. Қу тірлік, әке мен шешенің арасындағы жанжал өлімге дейін ұласып, баланың өміріне балта шапты. Бұл менің жеке ойым. Өйткені мен досымның қандай күйде болғанын өз аузынан естідім. Анасын қалай жақсы көретінін, сағынатынын, ал әкесіне деген реніштің қаншалықты үлкен екенін өзі айтып берген еді. Оған енді не болғанын білмеймін. Өмірде бар ма, жоқ па, ол жағы да беймәлім. Bir білетінім, кішкентай ғана жүрекке деген махаббаттың жылудың жетіспегені. Менің досым достық мейірім көрген соң өзгерген еді. Ал үлкен өмірге қадам басқанда жанынан табылып, оған жылу сыйлаған адам табылмады ма екен деп ойлаймын.